Армысыз көрермен, сіздермен киномен. Бүгін біз Атай келі тақтар ойынының екінші маусымына шолу жасаймыз. Алғашқы маусымын сілтемеге өтіп міндетті түрде көріп келіңіз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз көптен күткен шолуды бастаймыз. Бірінші бөлім. Заңды нағашы атасы өзі үшін соғысып жүргенде адамдардың қиналғанына көз тастағанды жақсы көретін король Джоффри қамалда көңіл көтеріп жүреді. Ол өзінің ермек ретінде үнемі Сансаға тиісуде. Осы сәтте еріккен корольді бұғаттауға келген Тирион Сансаға шын жүрегімен көңіл айтады. Миледи, сочувствую вашей утрате. Ее отец признался в измене. Ты недавно потерял своего и мог бы проявить сочувствие. Мой отец был изменником. Я верна моему любимому Джоффри. Конечно же. Веселитесь, ваше величество. Но меня ждут срочные дела. Зачем ты здесь? Жеті корольдіктің астанасына бұл сәтте Цитаделиядан хат алып ақ қарға ұшып келген. Демек 9 жылға созылған тарихтағы ең ұзақ жаз соңына жетіп, Старктар айтқандай қыс жақындап қалған. Егер алдағы қыс 5 жылдан асатын болса, азық жетіспегендіктен халық саны азаяды. Серсея Нед Старкты сатып кеткен алтын шапандылар басшысы Слинтке лорд атағын беріп, кіші кеңестің қатарына қосқан. Город полон беженцев, ваше величество. Их негде селить, а зимой станет только хуже. И я ведь сделала вас лордом. Так работайте. Не пускайте крестьянных места в полях. Ты восхитительнее, чем когда-либо, сестрица. Война тебе к лицу. Осы сәтте бөтен адамдарға орын жоқ кіші кеңеске Тирион кіріп келеді. Өйткені оны Тайвин Ланнистер соғыста болғанда өз орнына корольдің оң қолы ретінде жіберген. Король Джоффриді ақылға салатын тек Тирион екенін Серсея іштей түсінеді. Серсея інісіне қолдарында Старктардың екі қызының орнына тек біреуі барын ескертеді. Өйткені Ария қашып кеткен. Винтерфеллде Бран халықтың мұңын тыңдап мәселені шешуге мәжбүр болады. Балаға бұл тірліктің ұнамайтыны айқын. Бран қамал сыртында тек өз есімін айталатын Ходордың арқасына отырып Ошамен сөйлеседі. Олардың әңгімелерінің тақырыбы аспандағы қызыл комета. Оның нені білдіретінін Оша айқын білетіндей. Но звезды ради людей не падают. Красная комета означает одно — драконов. Драконы мертвы. Много столетий. Осы уақытта Тар теңіздің шығысындағы Есос материгіндегі Дейнерис айдаһар балаларымен қажыған халқын ертіп жақсы жер іздеуде. Халиси айдаһарлар жайлы әзірге ештеңке білмейді. Дейнерис сенімді сүйеніші Джорхпен ақылдаса келе, өздері осы жерде қалып, сенімді 3 сарбазын 3 бағытқа жібереді. Олар жақсы жер іздеулері тиіс. Ал мұзды қабырғаның солтүстігіне жол тартқан түнгі күзет сарбаздары орман ішіндегі жалғыз тұрған үйге тоқтайды. Бұл жер Крастердің үйі, оның тек қыздары бар, және олар Крастердің әйелдері. Полгода не видел ни одной девушки. Я бы на твоем месте не смотрел. Он женится на дочках, и они рожают ему новых. Мерзость. На 100 лиг вокруг одичалых не сыскать, а Крастер еще здесь. Дать что-то делает правильно. А что с мальчиками? Он женится на дочках. А что же с сыновьями? Түнгі күзет жасағына азғын Крастермен серіктестік жасаған тиімді. Өйткені оларға суық нағыз солтүстікте тек осы адам ғана пана мен ақпарат бере алады. Крастер жасақ басшысына қабырғаның солтүстігіндегі жабайы халықтың барлығы кезінде түнгі күзет сапында болған, ал қазір өзін солтүстік король деп атайтын қарақшы Манстың шақыртуымен ал солтүстікке жиналуға аттанғандарын айтып береді. Хочешь знать, что делает Манс-налетчик? Собирает армию. У него больше людей, чем у любого из южных королей. Когда вокруг север, есть только одно направление. Крастер түнгі күзет сарбаздарына үйіне түнеп шығуға рұқсат береді. Оның басты ережесі қатындарына ешқайсысы саусақтарының ұшында тигізбеулері керек. Оған қоса ер адамға тесіліп қарап отырған Джон Сноу ұнамай қалады. Твой дом, твои правила. Кто я такой? Лорд-командующий. Кто ты такой? Ваш стюарт. Ты хочешь командовать? Так научись подчиняться.
Бұл уақытта мерт болған бұрынғы король Роберттің екі інісі, яғни Станис пен Ренли жеке-жеке әскер жинап тақтан дәмете бастайды. Айдаһарлар тасы деп аталатын қамалда күш жинап жатқан Станис Мелисандра атты дін таратушы әйелдің айтуымен бұрынғы 7 құдайынан бас тартып, оттың иесі деп аталатын құдайға бас ұрады. Дегенмен сенімі аса мықты емес Станиске керегі тек Болат тақ еді. Мелисандра Станиске таңдаулы адам екенін айтуда. В древних книгах сказано, что некий воин вынет из огня пылающий меч. И меч этот будет светозарным. Станис Баратеон, твой меч ждет. Станистің сенімді адамдарының бірі Давос Сиворд. Ол кезінде қарақшы болған, ал қазір ер адам Станиске адал. Нед Старк мерт болар алдын Джофридің былықтан шыққан бала екенін Станиске айтқан болатын. Станис оның қателігін қайталамай таққа отыруға бірден бір лайықты, әрі хақы бар жалғыз адам екенін айтып, барлық беделді үйлерге хат жолдайды. Станис өзіне бас имеген ешқандай адамды мойындамайды. Бұл талқа әңгімені бөлген ескі құдайларға сенетін мейстер шарабына у қосып, жалғыз құдай үшін алып қояйық деп Мелисандраны өлтіру мақсатында онымен бөлісіп ішеді. Мелисандра шарап ішкен шалдың мұрнынан қан кетіп тұрғанын көрсе де, у қосылған шарапты ішіп, өзінің тегін адам емес екенін көрсетуде. Ночь темна и полна ужасов, старик, но огонь развеет их без следа. Тирион әкесінің бұйрығына қарамастан Астанаға өзімен жезөкше қызды алып келген. Ер адам қызға бұл жерде менімен бірге екеніңді ешкім білмесін деп ескертеді. Қамалда жүрген Питер Бейлиш Серсеямен тілдесе келе, тістеніп сөйлеймін деп Серсея мен Джеймидің арақатынасын айтып қояды. Қу Бейлиш осы құпияның кесірінен алдыңғы корольдің екі бірдей оң қолдары мерт болғанын ұмытып кеткендей. Серсея осы сәтте ер адамға күш білімде емес, билікте екенін түсіндіреді. Схватите его. Режьте горло. Стойте. Я передумала. Отпустите. Назад на 3 шага. Власть — это сила. Солтүстік королі атанған Роб Серсея мен Джофриге шарт қояды. Шарттың ең бастысы солтүстік жеке корольдік болып саналуы тиіс. Мои условия. Ланнистеры их выполнят, я дарую им мир, иначе я усею их трупами весь юг. Роб Ланнистерлердің бұл шартпен келіспейтінін түсінеді. Сол себепті солтүстік короліне корольдік жағажайды басып алуға көмектесетін кемелер керек. Ал ол кемелер Теонның туған әкесі Бейлон Грейджойда бар. Сол себепті Роб бауырындай болып кеткен Теоннан Пайктағы Бейлон Грейджойға жасырын хат жібереді. Ал анасын өте көп әскер жинаған Ренли мен серіктес болуға көндіруге жібереді. Мы объединимся с Ренли и вдвое превзойдем их. Тогда мы вернем девочек и уедем домой. Я отправлюсь на рассвете. Привет, лорду Ренли. Королю Ренли. Каждому углу по королю. Корольдің анасы мен Джейми Ланнистер арасындағы байланыс осы уақытта жұрт арасында өсек болып кеткен. Оны естіген Джофри анасынан шынымен күдіктене бастайды. Никто не верит грязной сплетни. Кто-то верит. У отца были дети? Сколько его бастардов бегает? То, что ты сделала, карается смертью. Никогда так не делай. Сол себепті король мерт болған әкесі Роберт Баратеонның заңсыз туылған барлық балаларын өлтіруді тапсырады. Алтын шапандылар тіптен жасқа толмаған сәбилерді де аямайды. Қазіргі уақытта корольдік жағажайда бастарттар арасында Джендри ғана жоқ еді. Екінші бөлім. Бұл уақытта мұзды қамалға аттанған көште жүрген Ария тұтқындалған қылмыскерлермен танысады. Ол тұтқындар арасындағы басты кейіпкердің бірімен танысады. Ол ұзын шашты мәдениетті сөйлейтін Якен Хигар есімді ер адам. Якен ерекше сөйлеп қыздан су сұрап көңілін аударады. Бұл жігітті біз әлі алда көретін боламыз. Әзірге олардың әңгімелерін бастарт Джендриді іздеп келген екі алтын шапанды сарбаздар бөледі.
Бірақ барлығын солтүстікке бастап шыққан Юран оларға жігітті ұстап беруден бас тартып, саны аз сарбаздарға бұл жерден табандарын жалтыратуды бұйырады. Екі сарбаз мүмкіндіктері жоқ екенін түсініп, жақтастарымен қайта келетінін айтып кетіп қалады. Ал корольдің жаңа оң қолы өзінің бөлмесіне кіріп, нақсүйермен шүйіркелесіп отырған Варисті көреді. Әрине Тирионның кішігірім құпиясы ашылып қалғаны ұтымды жағдай емес. Бірақ ақылды Шая Тирион екеуі басқа жағдайда танысқанын айтып, Варисті алдамақ болған. Әрине қу Варис бұндай ертегіге сенетін адам емес. Сондықтан ол Шая жайлы Тайвиннің естімегені жақсы екенін айтып қорқытқандай болады. Бірақ Тирионға бұндай қоқаң-лоқ ұнамайды. Сондықтан жолдасына өзінің ұстанымын бірден білдіреді. Будете мне угрожать, я сброшу вас в море. Последствия вас разочаруют. Штормы приходят и уходят. А я плыву себе дальше. Кіші кеңес кезінде корольдік жағажайға түнгі күзет жасағынан хат келеді. Оларға адамдар керек, өйткені қабырғаның солтүстігіндегі жабайы халық өздеріне король сайлап бас көтеруде. Оған қоса түнгі күзет басшысына тірі өлік шабуыл жасаған. Тақ әзірге өздері соғыс жүргізіп жатқандықтан Серсея бұндай ертегіге сенгісі келмейді. Бұл сөздерді елеген тек Тирион еді. Не знаю, во что я верю. Только ночной дозор отделяет нас от всего, что творится за стеной. Сол уақытта ал солтүстікте түнгі күзет сарбаздары Крастердің әйелдеріне сілекейлерін ағызып жүреді. Сэм осы сәтте Лили есімді Крастердің қызымен тілдеседі. Екеуінің арасында бірден байланыс жүреді. Сэм онымен сөйлескеннен кейін қызды Джонмен таныстырып көмектесуін өтінеді. Қыздың аяғы ауыр, сәби ұл болса, Крастер оның көзін құртады. Бірақ Джон Крастердің қыздарын ұрламақ түгілі жақындауға болмайтынын жеткізеді. Я рожу, и если это мальчик... И что тогда? Ал Тар теңіздің шығысындағы шөл даладағы Дейнериске барлаушыларының бірі оралады, бірақ бүтіндей емес. Жорықтың ойынша, бұны Кхаласарды әйелдің бастағанын ұнатпаған басқа Кхал істеген болуы мүмкін. Корольдік жағажайда Питер өзінің анайы үйінің жақсылап жұмыс істеуін қадағалап жүреді. Бірақ бастарт сәбиді де аямағанын көрген Роуз жұмысын істей алмауда. Өйткені болған жағдай көз алдынан кетер емес. Бірақ шынашақ жұмысқа келгенде сезімге ерік беретін адам емес. Сондықтан ер адам жеңілтек қызға кезінде жезөкше қыздың бірі күйзеліске түскенде пайда тауып бермегенін айтады. Сол себепті шынашақ оны бай азғын адамға сатып жіберген. Шынашақ бұндай ескерту әңгімесінен кейін Роузға бірнеше күн демалыс алуына болатынын жеткізеді. Корольдің оң қолы Тирион алғашқы қадамдарын бастайды. Оның алғашқы жемтігі сәби бастарттарды аямаған, әрі алдыңғы корольдің оң қолы Нед Старкты сатып кеткен алтын шапандылар басшысы Клинт болады. Когда ваша стража перебила людей Старка в тронном зале, приказ отдали вы? Он был предателем и хотел купить мою верность. Ведь он не знал, что вас уже купили. Тирион ешкіммен ақылдаспастан, әрі сырын ашпастан Клинтті орнынан айырып, жаза ретінде жасырын түрде түнгі күзет сапына жөнелтеді. Ал алтын шабандылар басшысы ретінде сенімді серігі Бронды тағайындайды. Бұны естіген Серсея әрине қатты ашуланады. Бірақ бауыры жақында ғана алтын шапандылар сәбиді де құрбан еткендіктен халық арасында дүмпулер туғанын айтады. Бұның кесірі билікте отырған Ланнистерлерге тиюі мүмкін. Тирион бұл әңгіме алдында бастарттарды өлтіруді Серсея бұйырды деп ойлап келген. Бірақ бұйрықты Джоффри бергенін түсінеді. Екеуі ара әңгімеден Серсеяның неліктен інісін жек көретіні анықтала түседі. Ты разорвал мою мать во время родов, и она истекла кровью. Она была и моей матерью. Она умерла, чтобы жил ты. Шутки смешнее и быть не может. Бұл уақытта Теон Грейджой ұзақ уақыттан кейін Робтың бұйрығымен туып өскен өлкесі Пайкқа келеді. Бұл жердің тұрмыс тіршілігі кемемен теңізге шығып қарақшылықпен айналысу. Жігіт өзін қатты сағынған туыстары құшақ жая күтіп алады деп үміттенеді. Бірақ барлығы жігіт ойлағандай болмайды. Отанына оралған Теонды ешкім күтіп алмайды. Аң-таң болып тұрған жігітке бір қыз келіп сарайға жеткізіп салуды ұсынады. Жолда жігіт қызға тиісумен болады. За мои руки не волнуйся. Внукам об этой ночи расскажешь. Вряд ли о таком можно рассказывать детям. Сарайға жеткен Теон әйелдерге ұқсаған киімінің кесірінен әкесі Бейлоннан ұрыс естіп алады.
Содан кейін әкесі Старктарға сіңіп барып кел шауып келіне айналғанын айтады. Ақырында ер адам Робқа көмек беруден бас тартады. Өйткені Старктар оған жау болып қала бермек. Сол сәтте сарайға Теон жол бойы тиісіп келген қыз кіреді. Бұл оның әпкесі Яра болып шығады. Бейлон ер мінезді қызы Яраға әскер басы ретінде атқарған жұмысына дән риза болады. Сондықтан әкесі Теонға жақындаған соғыста кеме әскерін Яра басқаратын айтады. Бірақ олар Ланнистерлерге қарсы соғысуды ойламайды. Кімге қарсы екенін алда білетін боламыз. Станис пен адамдарына оралатын болсақ, Давос пен баласы, теңіз қарақшысы Саладор Саан мен оның 30 кемесіне өздеріне қосылуларын сұрайды. Бұның барлығы Станиске болат таққа отыру үшін керек. Әрине ешкім жайдан жай көмек бермейді. Я хочу королеву. Королеву? Серсея. Я обещаю золото, но королеву не могу. Твой король победит? Доставь меня к воротам столицы. Все будет. Станис бұл сәтте інісі Ренлиді жеңуге адамдары жеткіліксіз екендігіне ашуланып жүреді. Оның кеңесшісі Мелисандра, егер жеңгің келсе, бар жан тәніңді от иесіне беруің керек дейді. Әйелдің меңзегені өзімен төсектес болып бала туу. Станистің ауру әйелі мен қызы бар болғанына қарамастан, саған ұл туып беремін деген Мелисандраның арбауына ереді. Мұзды қабырғаның солтүстігіндегі Джон Крастердің ұлдары қайда деген сұраққа жауап табады. Түнде Крастер жаңа туылған сәбиді орман ішіне апарып тастайды. Оның соңынан ерген Джон Сноу баланы бір мақұлықтың алып кеткенін көреді. Үшінші бөлім. Крастер өзін аңдыған Джонды соққыға жығып, түнгі күзет сарбаздарына кетуді бұйырады. Джон күзет басшысына көргенін айтып бергенде Мармонттың бұл жайлы білетін анықталады. Крастер тірі қалу үшін ұлдарын құрбандыққа шалуда. Ал түнгі күзет жасағына Крастер сияқтылар керек. Я видел, что-то забрало дитя. Что бы это ни было, боюсь, что увидишь его снова. Винтерфелді Бранмейстер Левинге ұйқыда жатқанда алып қасқырдың көзімен әлемді көріп, аңшылық жасап жүгіріп жүретін айтады. Бірақ Левин оның бәрі ертегі деп ойлайды. Ал Кейтилин болса Робтың бұйрығымен Ренли Баратеонға келеді. Ренли болса бұл уақытта басына тәж киіп Маргарет Тирел атты әйелге үйленген. Бірақ Ренлидің жүрегі біз білетін Лореске тиесілі. Гүлдер рыцары Лорес Маргаридің ағасы. Ренли бұл қадамға бай Тирелдер әулетінің қолдауы үшін барған. Осы сәтте өте мықты жауынгер Лорес алып денелі Бриенна Тарт есімді әйелге жеңіледі. Бриенна айқаста жеңгеннің есесіне Ренлиге адал қызмет ету үшін корольдік гвардиясына қосуын сұрайды. Корольдік гвардияның мүшелері ер адам болуы керектігіне қарамастан Ренли рұқсатын береді. Артынша Кейтилин ортаға шығып, Ренли екеуінің мақсаттары бір екенін меңзейді. Ол да әйелмен келісуде. Пайк жағажайында Бейлон Грейджой құпия жоспарымен бөліседі. Роб Старк Ланнистерлермен соғысып жатқанда, олар қорғансыз қалған солтүстікті тонамақ. Бұл мәселе Теонды ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Өйткені жігіт әкесінен өзін бағып қаққан адамдарға көмектесуін сұрап келген. Ал әкесі өгей отбасының аймағын басып алмақшы. Сондықтан Бейлон оған таңдау жасауды бұйырады. Каков наш девиз? Мы не сеем. Мы не сеем. Мы забираем свое. Ты долго жил с волками и стал слабым. Ты говоришь так, будто я уехал сам. Тогда ты тоже забрал свое? Ты отдал меня им. Отдал меня, словно щенка, который тебе надоел. Делай выбор, Теон, и побыстрее. Серсея болса Сансаға Роб өліп соғыс аяқталғанда король Джоффри екеуі некелерін қиятындарын айтуда. Ал сарайда тығылып отырудан шаршаған Шая Сансаның жаңа қызметшісі болады. Өзінің ең басты қаруы ақылы болып табылатын Тирион Серсеяның тоқылдағын табу мақсатында өте қу әрекетке барады. Ол Мейстер Питцель, Шынашақ және Вариске Серсеяның сүйікті қызы Мерцелланы тиімділік үшін тұрмысқа беретінін айтады. Және ханшайымға кім тоқылдайтынын анықтау үшін үшеуіне 3 түрлі адамды меңзейді. Я хочу выдать принцессу Мерцеллу за Теона Грейджоя, за Робина Арена. Мерцеллу отправят в Дорн? Но помните, никому ни слова. Әрине барлығы Тирион жоспарлағандай болады. Қызының өзі сияқты қатал тағдырын қайталағанын қаламаған Серсея Тирионға бірден қызын Дорнға жібермейтінін айтады.
Тирион Мерцелланы Дорнға жібереміз деп мейстер Питцельге айтқан болатын. Демек Питцель Серсеяның тоқылдағы. Бір жағынан Тирионның ойлағанында дұрыс еді. Өйткені соғыс аяқталғанша Мерцелланы қауіпсіз Дорнға жіберген дұрыс. Бұдан кейін Тирион Питцельдің Джон Аронның өліміне де қатысы барын анықтап, шалды қапасқа жауып тастайды. Екі оттың ортасында қалған Теон Робқа хат жазады. Ол бауырындай болып кеткен Робқа әкесінің солтүстікке шабуыл жасағалы жатқанын айтпақшы. Бірақ жігіт өз таңдауын жасайды. Ол хатты өртеп, Грейджойлар табынатын суға батқан құдайға адал болуға ант еді. Ал түн жарымда түнгі күзетке аттанған адамдарға алтын шапандылар шабуыл жасайды. Йоран Джендриді ұстап беруден бас тартқандықтан оны өлтіреді. Барлығы шайқасып жатқанда Ария темір тордағы сол бір жұмбақ адам Якен Хагарға көмек береді. Шапандылар сарбаздарды өлтіргеннен кейін жастарын ұстап алып, жаралы сары баланы өлтіріп тастайды. Алтын шапандылар Джендри қайсың дегенде ақылды Ария өлген сары баланы меңзейді. Нужен Джендри. Вы его нашли. Он любил этот шлем. Төртінші бөлім. Роб Старк бастаған солтүстік адамдары Джофридің әскеріне шабуыл жасап жеңіп шығады. Дәл осы жерде сюжет бізді Робтың жағында соғысып жүрген Русе Болтонмен таныстырады. Ол тұтқынға түскен адамдардың терісін сыпырып қинамақ. Әрине бұндайға Роб қарсы болады. Мы не пытаем людей. У Ланнистеров тоже есть пленники. Я не дам им повода мучить моих сестер. Артынша Роб жаралыларға көмектесіп жүрген Валантистан келген Талисия есімді жұмбақ қызбен танысады. Дәрігер қыз соғысқа үзілді-кесілді қарсы екенін айтып, бұның барлығы не үшін болып жатыр деген сұрақ қояды. Әрине, Робтың басты мақсаты әкесінің кегін қайтару. Бірақ соғыс аяқталғаннан кейін не болатынын ойламағанда. Корольдік жағажайда жар емес Джофри Ланнистерлердің жеңілгенін естіп, Сансаны айыптап, ойына келгенін жасайды. Ол қызды жұрттың көзінше соққыға жығуды бұйырып, киімін жыртқызып тастайды. Абырой болғанда Тирион келіп, корольге болашақ әйелін жұрттың көзінше бұлай қорлауға болмайтынын айтып, байғұс қызды арашалап қалады. Оған қоса Тирион Сансадан болашақ некені жоққа шығарғың келеме деп сұрайды. Әрине, бұл жерде аман ұстап тұрған тек осы неке екенін түсінетін Санса ақмақтыққа бармайды. Леди Старк, вы нас всех переживете. Тирион бұдан кейін король ер жете бастағандықтан белін босату керек деп ойлап сыйлық жібереді. Оған Роуз бен тағы бір жезөкше келген. Джофри бұл кезде де жарымес екенін дәлелдеп өтеді. Ол Роузға жанындағы құрбысын соққыға жықтырып қинатады. Бұл уақытта шынашақ Ренлиге келіп, Джофридің король болып отырғанына қарамастан, корольдік жағажайда достары әлі де көп екенін айтады. Егер олар келісімге келе алса, корольдік жағажайдың есігі Ренли үшін ашық тұрмақ. Бұдан кейін шынашақ пен Маргаридің арасында қызық әңгіме өрбиді. Бейлиш Маргариге күйеуі король Ренлидің қыздеке екенін айтып қытығына тимек болады. Дәл осы жерде Маргари тек бай қыз емес, онымен қатар тақтар ойындағы өте ақылды ойын мүшесі екенін көрсетіп, шынашақтың аузын жауып тастайды. Мой муж мой король, и король это мой муж. Доброй ночи. Артынша Бейлиш Кейтилинге келіп, баласы Робтың рұқсатынсыз қыздарын Джеймиге алмастыруды ұсынады. Әрине Ария Ланнистерлердің қолында емес, бірақ Кейтилин бұл жайлы білмейді. Және өзінің жақсы ниеті барын білдіру мақсатында шынашақ Кейтилинге күйеуі Неттің денесін береді. Твой муж был благородным человеком. Ты можешь не верить, но... Уходи. Кейіннен ағайынды Баратеондар жүздеседі. Станис бауырмен бірігуден бас тартып, таққа тек өзінің отыруға хақы барын жеткізеді. Ол інісі Ренлиді ұлы дүниеге келгенше мұрагер етіп тағайындамақ. Әрине Ренли бұндайға келіспейді. Өйткені дәл қазір оның жағында көп сарбаздар мен ақша тұр. Ал Станистің жағында қызыл дін қызметкері Мелисандра мен оттың иесі атты құдайы. Бұл тайталаста күш пен ақша жеңе ме, әлде діни сенім бе? Я даю тебе эту ночь на размышление. Приди ко мне до рассвета, иначе я уничтожу тебя. Покайтесь в грехах, лорд Ренли. Ночь темна и полна ужасов. Сол арада тұтқынға түскен Ария мен жолдастарын қираған Харренхолл қамалына алып келеді. Бұл жерде таудың сарбаздары тұтқындарды ең жиіркенішті деген әдістермен қинауда.
Ария өзінің кегін алатын адамдардың есімін қайталаумен болады. Оның тізімінде Джоффри, Серсея, әкесінің басын алған Илин Пейн мен ит бар. Кейіннен оның тізіміне тау мен адамдарды қинайтын Поливер есімді жігіт қосылады. Артынша Джендридің кезегі келгенде Тайвин келіп тұтқындарды қинап өлтіруді тоқтатады. Өйткені оларға жұмыс күші артық етпейді. Ты ремесленник? Кузнец, милорд. Тайвин онымен қоса Арияның ұл емес қыз екенін бірден аңғарып, өзінің қызметшісі етіп тағайындайды. Тар теңіздің оңтүстігіндегі Дейнерис пен Кхаласары аш өлімнің алдында тұрғанда, барлаушыларының бірі келіп, өте бай Кварт қаласының 13 ақсақалдары Кхалисимен кездескісі келетіндерін жеткізеді. Әңгіме Деннидің ойындағыдай өрбімейді, өйткені қаланың басқарушыларын айдаһарлардың анасы таң қалдыра алмайды. Денни оларға айдаһарларын көрсеткісі келмегенде, ақсақалдар оларды қалаға кіргізілері келмейді. Ашуға булыққан Кхалиси осы сәтте бойында Таргариендердің қаны барын көрсетіп өтеді. Когда мои драконы вырастут и уничтожим всех, кто навредил мне, прогоните нас, и мы сожжем вас первыми. Бұдан кейін 13 ақсақалдың бірі қу әрі бай Ксаро Денни мен адамдарын өзінің мойнына алып, қалаға кірулеріне көмегі мен рұқсатын береді. Прошу вас в Кварт, миледи. Тирион болса жиен бауыры Ланселмен кездеседі. Көкірегі керіле бастаған Лансел Серсеяның бұйрығын жеткізеді. Серсея Маэстр Питцельді босатуды бұйыруда. Тирион Лансел мен Серсеяның араларында төсек байланысы барын біледі. Өте ақылды Тирион бұны ақмақ жігіттің мысын басу үшін пайдаланып, енді ханшайымның не қойып, не айтқанын маған жеткізесің дейді. Есесіне ол Питцельді босатпақ. А ее приказ? О, да, отпущу его утром, но в совете его не будет. Я мог бы поклясться, что с него и волосок не упал, но... Ренлиге ойлануға бір түн уақыт берген Станис сенімді адамы Давосқа құпия тапсырма береді. Ер адам Мелисандраны Ренлидің тұрағының маңына жасырын түрде жеткізуі тиіс. Қызыл дін қызметкерін діктеген жерге жеткізген ер адам жан түршіктірер көріністің куәсі болады. Станистен тез өсетін бала көтерген Мелисандра босана бастайды. Және оның құрсағынан қара түтінді мақұлық шығады. 5-ші бөлім. Ренли тұрағында Кейтилинмен келісімге келеді. Ол Робқа солтүстікте билеуге рұқсатын бермекші. Осылай өте бір жақсы одақ құрылудың алдында тұрғанда, Мелисандраның құрсағынан шыққан Станистің көлеңке баласы Ренлиді өлтіріп ғайып болады. Шуға кірген сарбаздар Ренлиді Бриенна өлтірді деп ойлап, әйелге шабуыл жасайды. Мықты Бриенна оларды өлтіреді. Қайғыдан қан жұтқан Бриеннаға Кейтилин өзімен бірге қашуды ұсынады. Нам нужно уходить. Они повесят вас за это. Вы не сможете отомстить за него, если умрете. Артынша Станистің теңіз әскері жақындап та қалады. Шынашақ осы сәтті ұтымды пайдалануға тырысады. Ол Тирел әулетінен шыққан ағайындылардың тегін емес екенін түсініп, Ренлидің адамдары Станистің жағына шықпай тұрғанда қашуды ұсынады. Лорес ғашығынан айырылғандықтан кек алғысы келеді. Ал Маргари кек қайтаруды ойламайтын адам. Оның көксеген мақсаты әлде қайда жоғары еді. Вы хотите быть королевой? Нет, единственной королевой. Ренли өлгеннен кейін әскері Станистің жағына өткен. Солай ағайындылар шайқасында жеңімпаз Станис болады. Станис Ренлидің өліміне таңданбайды. Оның оң қолы Давос короліне болған жағдайды жеткізіп, мыстан Мелисандрадан құтылу керектігін ескертеді. Оның үстіне әскер арасында король мыстан қатынның айтқанынан шықпайды деген қауесет тараған. Сол себепті Станис корольдік жағажайға жасалатын жорыққа Мелисандраны алмайтынын жеткізеді. Корольдік жағажайда Серсея Ренлидің өлгеніне қуанышты болады. Бірақ Тирион астананы Станистің теңіз әскерінен қорғау керектігіне есіне салады. Қазір ол іспен король Джоффри айналысуда. Тирионды алаңдататын да осы болатын. Серсеяның өте маңызды дүниеге талантты інісін кірістіргісі келмейтін айқын. Бірақ Тирион тыңшысының арқасында Серсея мен Джоффридің жоспарын біліп алады. Дикий огонь? У них 1000 горшков. Когда она это сказала? Я слышал, как она говорила с пиромантом. Туған жеріне оралған Теон болса, өзін бағалайтын жерге енді жеткендей сезінеді.
Бірақ барлығы ол ойлағандай болмай шықты. Әкесі басты әскерді әпкесі Яраға тапсырып, жалғыз ұлына тек бір кемені беріп, солтүстік ауылдарына шабуыл жаса деп бұйрық берген. Оған қоса, сол бір кемеден тұратын адамдары да оны абырой көрмейді. Оған тек бірінші көмекшісі Дагмар ғана адамдарының алдында абыройды қалай жинауға болатынын айтып береді. Они все железнорожденные. Они делают, что велено, или что они хотят. Болаттан туылған халықтың бұл мәтелі Теонды ойландырып тастайды. Теон өте үлкен олжалы бола алатын болса, неліктен әкесі айтқандай балықшы ауылдарға шабуыл жасауы керек. Роб Ланнистерлермен соғысып жатқандықтан солтүстік қорғансыз қалды. Сол себепті Теон солтүстік қамалдарына шабуыл жасап, адамдарының алдында абырой таппақшы. Алдымен ол Торхендарға шабуыл жасауды ұсынады. Бұны естіген Винтерфелдегілер Торхендарға міндетті түрде көмекке келіп, Винтерфелді қараусыз қалдырады. Тайвиннің даяршысы болып жүрген Ария мырзасының барлық келіссөздерін естіп, жаңалықтардан құр қалмайды. Әрине Ария өзінің шын мәнінде шыққан тегін жасырып бағады. Бірақ ақылды Тайвин қыздың солтүстік адам екенін түсініп, Роб жайлы солтүстік халқы не деп жүр деген сұрақ қояды. Ты северянка, не так ли? И что говорят о Робе Старке на севере? Зовут молодым волком. Говорят, он сражается верхом на лютоволке. И что его не убить. Ты в это веришь? Нет, милорд. Убить можно любого. Қамалда жүрген Ария бұрынғы танысы тұтқын Якен Хгарды кездестіреді. Қазір ол Ланнистерлер әскерінің мүшесі болып жүр. Якен өзі мен жанындағы екі адамды өртті өлімнен құтқарғаны үшін Арияға 3 адамның өмірін қарыз екенін айтады. Ты спасла меня, этих двоих. Забрала 3 смерти у Красного Бога. Их нужно вернуть. Назови 3 имени. Ни больше, ни меньше. Я назову любого, и ты убьешь его? Человек так сказал. Ария Якенге кез келген 3 адамның есімін атаса болды. Ол адам өледі. Әрине Ария осы сәтте тізіміндегі есімдерді атап, хикаяны осы жерден аяқтай алатын еді. Бірақ қыз жақын маңындағы адамдарды таңдайды. Және біріншісі барлығын қинап жүрген Поливер. Тирион бұл уақытта жабайы алаудың не екенін тереңінен біледі. Бұл жасыл сұйықтыққа от тиетін болса, жанасқан тасты да, болатты да балқытып өртеп жібереді. Әрине бұл сұйықтық дұрыс емес адамның қолына тисе өте қауіпті болмақ. Ал химик дәл осындай мыңдаған құтыдағы сұйықтықты Тирионға көрсеткенде қортықтың жағы жерге тиеді. Бұндай қор Станистің кемесімен қоса корольдік жағажайдың күлін көкке ұшыруға жетеді. Больше вы не будете делать дикий огонь для моей сестры. Делайте его для меня. Кварта қаласына жақсылап жайғасқан Дейнерис айдаһарларына Драккарис деген бұйрықтан кейін от шығаруды үйретеді. Әрине бұл қаланың өзі де тұрғындарының да бір түрлі екені айқын. Мысалы Кварта саябағындағы кеште Денни 13 ақсақалдың ең сұрықсызы сиқыршы Пиат Преймен танысады. Өзінің сиқырын көрсеткеннен кейін ер адам тағы да көңіл көтеру үшін қонағын өлмейтіндердің үйіне шақырады. Артынша Ксаро Денниге болат тақты қайтаруға көмектесетін байлық беруді ұсынып, өзіне тұрмысқа шығуды ұсынады. Әрине бұндай жағдайға Кхалисиіне деген сезімі бар Джору қарсылығын білдіреді. Өйткені оның ойынша Дейнериске Вестерос тағына отырып, халықты басқару үшін тұрмысқа шығудың керегі жоқ. Робтың тұрағына аттанған Кейтелинге Бриенна Тарт адал қызмет жасауға ант суушы еді. Тогда я ваша, миледи. Я буду защищать вас. Я отдам за вас жизнь. Клянусь перед старыми богами и новыми. Я клянусь, что у тебя всегда будет место в моем доме. Клянусь перед старыми богами и новыми. Винтерфелге Торхендарға шабуыл жасалғаны жайлы хабар жетеді. Олар шабуыл жасағандар Ланнистерлер деп ойлайды. Сол себепті Винтерфелл лорды болып отырған Бран Сир Родрикті барлық сарбаздарымен жақтастарына көмекке жібереді. Бұл жағдай Бранды алаңдатып қояды. Өйткені бала жақында ғана түсінде Винтерфеллді топан су басқанын көрген. Суға Сир Родрик те батып кеткен. Ауа райы қатал солтүстікке шыққан түнгі күзет жасағы өте мықты барлаушы жарымқол Коуреннің көмегімен жабайы халықтың королі атанған қарақшы Мансты тауып өлтірмекші. Өйткені қарақшы Манс жабайы халықты бастап қабырғаға шабуыл жасап оңтүстікке жорыққа шықпақшы. Харенхолда Якен Арияның алғашқы бұйрығын орындайды.
Енді Арияның келесі екі құрбаны кім болмақ? 6-шы бөлім. Винтерфеллде мейстер Левин асығыс түрде қарғамен хат жолдайды. Өйткені Теон адамдарымен қамалды басып алған. Демек Бранның түсі орындалуда. Теңіз қамалға енді. Жігіт Бранға адамдарының өмірін сақтап қалу үшін берілу керектігін айтады. Теон, ты всегда нас ненавидел. Я сдал Винтерфелл Теону. Вы знаете меня? Еще бы нам тебя не знать. Бұдан кейін Винтерфелл адамдары Теоннан қорықпайтындарын айтуда. Бұл сілімтікті бұл жерде ешкім абырой көрмейді. Қарақшылар онымен қатар сир Родрикті қолға түсірген. Ты же вырос здесь, под этой крышей. Король Роб считал тебя братом. Лорд Старк растил тебя как своего сына. Я был заложником. Теон шалды қапасқа жабуды бұйырғанда, көмекшісі Дагмар адамдарының алдында абырой жинағысы келсе, оның басын алу керектігін жеткізеді. Барлығы Теоннан Родрикті аяуын сұрайды. Осы сәтте Теонға түбегейлі таңдау жасауға тура келеді. Ол болаттан туылғандарды таңдап, сир Родрикті өлтіреді. Тише, дитя. Я иду к твоему отцу. Да помогут тебе боги, Теон Грейджой. Теперь ты совсем пропал. Я сделаю что угодно, прошу. Алыс солтүстікте Джон Сноу жарымқол Коуренмен бірге барлауға шығады. Жолда олар бір топ жабайы адамдарды жолықтырып, оларға шабуыл жасап көздерін құртады. Джон жабайы адамның бірі жирен шашты Игрит есімді қыз екенін көріп өлтірмейді. Барлаушылар қызды өлтір деп Джонды жалғыз қалдырып жолға шығады. Бірақ жігіттің батылы бармайды. Оңтайлы сәтті пайдаланған Игрит қашуға әрекет жасайды. Бірақ Джон алысқа ұзаған қызды әреңдетіп ұстап алады. Тайвиннің даяршысы болып жүрген Ария келіссөздерден көптеген мағлұматтар біле бастайды. Артынша күтпеген жағдай орын алады. Тайвинге Ренлидің тұрағынан қайтқан шынашақ келеді. Демек Арияға қауіп төнді, өйткені Питер Арияны таниды. Қыз бар ынтасымен шынашақтың көзіне түспеуге тырысуда. Питер Ренлидің жесірі Маргариді біреуге үйлендіріп, бай отбасымен одақ құру керектігін айтуда. Ал корольдік жағажайды Ланнистерлер Серсеяның жалғыз қызы Мерцелланы Дорнға шығарып салады. Естеріңізде болса, Тирион уақыт келгенде Мерцелланы Дорнның ханзадасы Тристан Мартельге тұрмысқа береміз деген. Жалғыз қызын ұзатқан Серсея інісіне қатты ашулы болады. Надеюсь, однажды ты полюбишь. Я хочу, чтобы ты узнал, каково это — любить всем сердцем, пока я ее не отниму. Жағажайдан қайтқан корольдік отбасы жағымсыз жағдайға тап болады. Ашыққан халық Джофриді балағаттап нәжіс лақтыруда. Ашуланған Джофри сарбаздарына халықты қырып салуды бұйырады. Әрине халық оның бұйрығына қатал түрде жауап қатады. Ашынған халықтың қоршауынан сытылып шыққан Тирион Джофриді сөгіп алады. Они голодают, глупец! Ты говоришь с королем? Разве моя рука отсохла? Где девчонка Старк? Если она умрет, ты никогда не вернешь своего дядю Джейми. Қарбалас кезінде Санса адасып қалып қашуға мәжбүр болған. Оны ұстап алған адамдар қорламақ болғанда соңғы сәтте ит құтқарып қалады. Тар теңіздің ар жағында квартада жүрген Дейнерис өзіне болаттақты қайтарып беруге уәде еткен Кысарауға тұрмысқа шығудан бас тартып, квартаға кіргізгісі келмеген ақсақалдан тар теңізден өту үшін кеме беруін сұрайды. Әрине бұл жерде ешкім Дейнеристің айтқанын орындауға міндетті емес. Я Дейнерис бурерожденная, от крови древней Валирии, и я заберу свое. Но не на моих кораблях. Тайвиннің үстелінен Роб жайлы жазылған хатты тапқан Ария оны ұрлап алады. Қыздың қолынан хатты тапқан Тайвиннің адамы қыздың оны ұрлап алғанын түсініп, Тайвинге жеткізбек болады. Оның қолынан сытылып шыққан Ария өзіне әлі екі өмір қарыз Якенге дәл қазір бір адамды өлтіру керектігін айтады. Якен оны Тайвиннің бөлмесіне кірген сәтте өлтіреді. Жорықта жүрген Роб медбикке Талисиямен жақын сөйлесуде. Бұны көрген анасы Кейтилин жігітке Уолдер Фрейдің қызымен атастырылып қойғанын есіне салады. Кейтилин алдыңғы маусымда 3 түстіні кесіп өту үшін Уолдермен келісім жасағандықтан ұлына ескерту жасайды. Дәл осы сәтте Русе Болтон келіп Теонның сатқындығы жайлы хабарлайды. Говорила, Грейджоям нельзя доверять. Әрине Роб артқа қайтып Винтерфеллді қайтарып алғысы келеді. Бірақ ол қазір олай жасай алмайды. Олай істесе, оның Ланнистерлермен айқасы жоққа шығады.
Сол себепті Русе Болтон Теонның жағдайын реттеуге өзінің бастартын жіберуді ұсынады. Жолдастарынан із жазып қалған Джонға түнді өткізу үшін тоқтауға тура келеді. Бірақ жабайы халыққа ұсталып қалмас үшін от жағуға болмайды. Сол себепті жігіт Игридті байлап үсіп қалмас үшін қызды құшақтап жатады. Игрид жігіттің қытығына тиіп тисе бастайды, бірақ түнгі күзеттің адал сарбазы қызға тисуді ойламайды. Винтерфеллде Оша Теонды арбап, түн жарымда күзетшіні өлтіріп, кішкене Старктар мен Ходорды ертіп қашып кетеді. Ал квартада жүрген Дейнерис тұрағына келіп, кішкене айдаһарларының жоғалғанын көреді. Где мои драконы? Жетінші бөлім. Азанда ұйқыдан тұрған Теон маңызды тұтқындарының қашып кеткенін біледі. Теон бұндайға қатты ашуланады. Ол адамдарын жинап қашқындарды іздеуге шығады. Найду их быстро, и они не пострадают. Пострадают, конечно, но не умрут. Не болса да Теон Яраның көмекке келетініне сенімді болып, Робтың келетінінен қорқатын емес. Бұл уақытта Ходор жаңғақты жақсы көретін Рейконға шағып берумен келеді. Олар бір ауылға келгенде, біран ауылдың қауіпсіздігі үшін бұл жерге тоқтамау керектігін айтады. Жолдастарынан көз жазып қалған Джон азанда тұтқыны Игридті құшақтап жатып оянады. Игрид жігіттің қызды әлі құшағына алмағанын айтып қытығына тиюмен болады. Разве твои шарики не болят, если твоя палка не... Не называй их так. А как? Никак. А женщин-ворон не бывает? Нет, женщин в ночном дозоре нет. Игридтің сөзінше, жабайы деп жүргендері жабайы емес, еркін халық. Ал өз-өзін қинап, қыздан бас тартуға мәжбүрлеген түнгі күзет нағыз жабайылар. Ты вторгся к нам, чтобы... Вторгся к вам? Это одичалые вторгаются к нам. Мы здесь жили всегда. Моим отцом был Нед Старк. Мои предки тоже жили здесь, как и твои. А зачем бьешься с нами? Игрид Джонға өздерінің қатарларына қосылып, еркін адамға айналып, өзіне әйел таңдап, үй тұрғызып, өмір сүруіне болатын айтып ұсыныс жасайды. Из-за тебя девки будут глаза друг дружке выцарапывать. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Харенхолда Тайвин адамын өлтірген әккі жендетті табу үшін адамдарды қинап жатады. Тайвин бұл кезде жанындағы Арияның атасы секілді болып кеткендей. Ты голодна? Нет. Конечно, да. Ты мала для своих лет. Я много ем, просто не расту. Это моя последняя война. Победим или нет? Ария оған қызы Серсеяны есіне түсіреді. Ол қызға Вестеростың тарихын айтып берумен қатар қызды да танып қалғанын жеткізеді. Большинству девочек интереснее прекрасные девы из песен. Эти девочки дуры. Тайвин қыздың сөзінен қарадан шықпағанын аңғарған, бірақ Ария өтірігінен қайтпай тұр бермейді. Простолюдинки говорят «млорд». Если притворяешься, такое дело, это правильно. Моя мать прислуживала леди Дастин много лет, милорд. Она научила меня говорить правильно. Правильно. Ты гораздо умнее, чем требуется. Тебе это говорит? Да. Ступай. Сол уақытта корольдік жағажайда Санса өзінің құтқарушысына алғысын айтады. Бірақ ит жақын сырласатын адамдардың қатарынан емес еді. Псу не нужна храбрость, чтобы крыс гонять. Убивать слаще всего на свете. Теон қашқындарды қуып шалғайдағы ауылға келеді, бірақ таппайды. Олардың тапқаны тек жанға қалдықтары. Ол мейстер Лювинге Винтерфеллге қайтуды бұйырады. Лювин оның жағымсыз бірдеңке ойластырғанын түсінуде. Жолдастарын іздеп таппаған Джон Сноудан Игрид тағы қашып кетеді. Қыздың соңынан қуған Джон тұзаққа түседі. Игридтің жақтастары осы уақытта оларды аңдып келген. Астанада ұйқыдан оянған Санса осы уақытқа дейін қорыққан дүниесі келгенін түсінеді. Егер ханшайым оның бала көтере алатын білсе, Джофриге қосады. Ол Шаяның көмегімен қан болған төсекті жинамақ болғанда басқа қызметші көріп қалады. Ты куда? Сказать королеве. Ты никому ничего не скажешь. Ты поняла? Сансаның бой жеткенін естіген Серсея да Джофридің құбыжық бола бастағанын мойындағандай. Ол да өзі босанғанда король Роберттің аңшылыққа кеткенін, жанында тек бауыры Джеймидің болғанын айтады. Ты можешь не любить короля, но его детей полюбишь. Не люби никого, кроме детей. Разве я не должна любить Джофри?
Можешь попытаться, голубка. Робқа Серсеядан хабар әкелген Алтонды Джеймидің жанына қапасқа жапқан. Джеймидің ағайыны болып келетін Алтон кезінде Джеймидің ат қосшысы болған. Және ол кезең жігіттің ең бақытты кезеңі еді. Солай екеуі сырласа келе, Джейми де жас кезінде ең мықты сарбаз Сир Баристанның ат қосшысы болғанын айтады. Каким он был? Он был художник, который рисует только красным. Екеуі сырлы әңгімелерін айтып отырғанда, Джейми қашуға болатын бір жол барын айтып, Алтоннан тағы бір рет қызмет жасауын сұрайды. Ты должен умереть. Алтонның дірілдеп жатқанын көрген күзетте тұрған Торхен Карстарк ішке кіргенде, Джейми оны да өлтіріп қашып кетеді. Сол уақытта квартада қапалы Дейнерис айдаһарларын ұрлаған адамды іздеумен болады. Бірақ ол Ксароның көмегінен бас тартады, өйткені Кхалиси енді ешкімнің сөзіне сенбейді. Бақытқа орай оның жанына сенімді серігі Джорох келеді. Ер адам іздестіре келе, бетперде киген жұмбақ әйелмен тілдеседі. Әйел Джорохтың Дейнерис жайлы хабарды Вариске жеткізіп тұрғанынан хабардар. Оған қоса әйел ер адамға ұрының қайда екенін жеткізеді. Вор, которого вы ищете, сейчас рядом с ней. Одан кейін Дейнерис ақсақалдардан айдаһарларын қайтаруын өтінеді. Сол жерде күтпеген жерден Пиат айдаһарларды ұрлағанын мойындап, оларға Кхалисиді апаратын айтады. Пиат пен Ксаро ауыз болып шығады. Олар билікті өз қолдарына алу үшін қалған 11 ақсақалды өлтіріп тастайды. Олар Денниді өз жақтарына шығарып, айдаһарлары өскеннен кейін құйтырқы мақсаттарына қолдануды ойлаған болулары мүмкін. Ал қашуға тырысқан Джейми Ланнистер көп ұзамай ұсталып қалған. Бұл жолы оның жағдайы қиын. Өйткені ол өлтірген Торхен Карстарктың әкесі оны өз қолмен өлтірмекші. Қазірше махаббаттан бас айналып жүрген король Роб болмағандықтан анасы оған кедергі болады. Әрине Джеймиді ең жек көретін адамдар қатарына Кейтилин кіреді. Бірақ қыздарын аман алып қалатын жалғыз ілгек ол Джейми Ланнистер. Ал Джеймидің өзіне бәрібір. Ол тек тұтқында болғысы келмей Кейтилинді өзін өлтіруге итермелегендей болады. Вы человек без чести. Я не спал ни с кем, кроме Серсеи. Сохранил больше чести, чем бедный старина Нед. Как там зовут его бастарда? Сноу. Бастард с севера. Вы ведь честная женщина. Вы возненавидели мальчика, ведь так? Ваш меч. Станистің 200 кемесі жақын арада Астанаға келетінін айтып отырған Тирион мен Серсея өмірлерінде бірінші рет шер тарқасып жақын сөйлескендей болады. Серсея ұлының бетімен кеткенін мойындап құбыжыққа айналғанын айтуда. Тирион әпкесін жұбатқандай болып қалған екі баласының жүректері мейірімге толы екенін жеткізеді. Ал Винтерфеллге қайта оралған Теон отқа жанған екі денені халыққа көрсетуде. 8-ші бөлім. Осы уақытта Винтерфеллге Яра келіп Теонға бала Старктарды өлтірген топассың деп інісін сөгеді. Яра әскерсіз келген, өйткені ол Теонды алып кетпекші. Бірақ ол Винтерфеллді қалып ұстап қалғысы келеді. Әрине Теон Старктардың балаларын өлтіргендіктен кез келген солтүстік адамдары оны түтіп жеуге дайын тұрғанын Яра түсінеді. Қабырғаның солтүстігінде Игрит Джонды сүйектер лордына алып келеді. Оның қолына жарым қол Коуренде түскен. Сүйектер лорды оны өлтірмек болғанда Игрит жігіттің Нед Старктың бас тарты екенін, сондықтан қарақшы Мансқа керек болатынын айтады. Сбежит, и я отрежу ему яйца. И мы в расчете, Джон Сноу. Я не смог. Я знаю. А остальные? Ты не вернулся, мы пошли искать тебя. Но они нашли нас еще быстрее. Они погибли из-за меня. Делай так, чтобы не напрасно. Ну все. Махаббаттан бас айналып жүрген Робқа түнде Джейми Ланнистердің қашып кеткені жайлы хабарды жеткізеді. Оны Кейтилин қыздары үшін босатып жіберген. Роб анасының ешкімге айтпай әрекет жасағаны үшін күндіз түні қадағалайтын қарауыл қояды. Бұл уақытта Бриенна Кейтилиннің бұйрығымен Джеймиді корольдік жағажайға апару үшін жолға шығады. Есесіне Ария мен Сансаны алып кетпекші. Намысты Бриенна мен пасық Джеймидің бір-біріне деген құрметі жоқ екен айқын. Сол арада Тайвинге екі жолда таңдау жасауға тура келеді.
Корольдік жағажайды Станистің шабуылынан қорғау, немесе Роб Старкты батыстан ықсыру. Тайвиннің інісі Кивен уақыт бар кезде король мен отбасына батысқа қашу керек дейді. Бірақ Тайвин осы жерде өз сөзін айтады. Сбежавший король недолго будет королем. Он Ланнистер, он будет сражаться. Тайвин осы жерде Джоффриді Баратеон емес, Ланнистер деп атап, қызы мен баласының арасында пайда болған бастард екенін барлығының көзінше мойындағандай болады. Не болса да, ол Робқа тұтқиылдан шабуыл жасауды ұйғарады. Бұны естіген Ария Якенге үшінші есімді айтпақ болады. Әрине қыз оған Тайвиннің есімін атар еді, бірақ үлгермейді. Тұтқындағы Коурен мен Джон тілдесе келе жабайлар арасына тыңшы керек деп шешеді. Солай таудан өтіп бара жатқанда Коурен жоспар бойынша Джонды итеріп жіберіп, жолдастарының өліміне кінәлап, өлтіргісі келетіндей түр жасайды. Бұл екеуінің ортақ жоспарларының бастамасы еді. Сол арада корольдік жағажайда Тирион Станистің шабуылына тойтарыс беру үшін тарихты ақтарып кітап оқиды. Здесь написано, как победить его? Обменять бы эти книги на хороших лучников. Тирион Станистің қамалдың қай жері осал екенін білетінін түсінеді. Ол жабайы қақпа жақ. Ендігі әңгіме Станистің әскерін қалай тоқтатуға болады. Можем закидать их книгами. У нас нет столько книг. Түнгі күзет жасағының тұрағындағы Сэм мен жолдастарының уайымы, достары Джон қайда, не істеп жатыр, қолға түсіп қалмады ма, әлде тірі ме? Олар қарды қазып тірліктерін істеп жатқанда, біреуі алғашқы адамдардың қалдырған белгісін табады. Тастың астында түнгі күзет жасағының киіміне оралған обсидиан, яғни айдаһар тасынан жасалған қару-жарақтар. Ал Харренхоллда Ария Якенді жолықтырады. Якен қызға үшінші адамның есімін айтуды ұсынады. Ария дәл осы жерде қулыққа басып, Якеннің өз есімін атайды. Қапыда қалған Якен сөзін қайтарып алуды сұрайды. Арияға да керегі осы еді. Қыз сөзін тек өзі мен достарына Харренхоллдан қашуға көмектессе қайтарып алатынын жеткізеді. Демек Якенге бір емес бірнеше адамды өлтіруге тура келеді. Бірақ оның басқа таңдауы жоқ. Для этого девочка должна слушаться. И девочка будет. Девочка и ее друзья выйдут из ворот в полночь. Кешкі ас кезінде Тирион әпкесіне жақында болатын соғыста сарбаздардың рухын көтеру үшін король Джоффридің қатысуы керектігін айтады. Әрине Серсея баласының өмірін қауіпке тіккісі келмейді. Осы сәтте ол Тирионға жөзекшең менде. Оның тірі қалғанын қаласаң, Джоффри дін аман болу керек дейді. Әрине жүрегі алай-түлей болған Тирион қобалжи бастайды. Серсея оған ғашығын көрсеткенде бәрі орнына келеді. Өйткені ол жөзекші Роузды Тирионның ғашығы деп ойлап қармауына түсірген. Тақтар ойынының ең керемет ойыншысы ретінде Тирион әпкесінің көзінше ғашықтықтан бас айналған мәжнүн болып өз рөлін сомдап шығады. Содан кейін бірден нағыз ғашығы Шаяға барып абай болуын сұрайды. Я бы убил за тебя. Ты знаешь? Ты моя. Я твоя, а ты мой. Роб ақырында Русе Болтонға бастартын Винтерфелді босатуға жіберуін бұйырады. Екеуінің әңгімесін Таисия келіп бөледі. Осы сәтте екеуі бір-біріне деген сезімдеріне ерік береді. Я не хочу жениться на девушке Фрейв. Я тоже не хочу этого. Но вам был нужен тот мост. Надеюсь, это очень красивый мост. Ал Харренхоллда түн жарымда Ария, Джендри және Бәліш қашу үшін Якеннің күзетшілерді өлтіргенін күтіп тұрады. Бірақ сырт көзге тірі көрінген күзетшілер шын мәнісінде әккі кісі өлтірушінің қолынан қаза тапқан. Солай үшеуі қамал сыртына кедергісіз шығып кетеді. Қорғанысқа дайындалып жатқан корольдік жағажайда Джоффри өмірі күлмейтін Станистің бетіне қанды күлкі саламын деп маңғазданып жүреді. Оның нағыз қауіпті көрмейтін қияли бала екенін Тирион мен Варис түсініп тұрады. Екеуі ара әңгімеден Варис аман қалған Дейнерис Таргариеннің Кварта қаласында 3 бала айдаһарымен жүргенін айтады. Но даже если все эти вести правда, пройдут годы, пока они вырастут. И тогда прятаться будет негде. Всем играм свой черед, друг мой. Квартада Джорох Дейнериске пияттың ұрлаған айдаһарларын ұмытып қашуды ұсынады. Бірақ Кхалиси балаларын тастап кетуден үзілді-кесілді бас тартады. Сол себепті Джорох сиқыршының тұзақ құрғаны айқын екеніне қарамастан Денниді пияттың өлмейтіндер үйіне апаруға келіседі. Яраның сөзіне қарамай Винтерфелде қалған Теон қамалды басқарып жүреді. Мейстер Лювин оның алдап жүргенін түсінеді. Өйткені Оша, Ходыр, Бран және Рейкон қамал астында жер төледе жасырынуда.
ал Теон шаруаның балаларын өлтірген. Он их убил, сжег и выдал за маленьких лордов. Тоғызыншы бөлім. Осы сәтте Станис бастаған теңіз әскері корольдік жағажайға да келіп жетеді. Әрине Станистің әскері алдағы қақтығысты ойлап қатты қобалжуда. Кеме бортында тұрған Давос пен ұлы жеңетіндеріне сенімді. Эти стены еще никто не брал. Я верю во владыку света. Естеріңізде болса, Станис бұл қақтығысқа Мелисандраны алмаған еді. Шаяның құшағында жатқан Тирион да қақтығысты ойлап ұйықтай алар емес. Ал Мейстер Питцель Серсеяға Белладонна атты дәрі сұйықтығын береді. Бұл дәріні көп мөлшерде қолданса, у болып әсер етеді. Серсея дәрінің не үшін керек болғанын айтпайды. Ал жендет Брон сарбаздармен бірігіп шарап ішіп көңіл көтеріп жүреді. Осы сәтте ит екеуінің арасында қақтығыс орын ала жаздайды. Екеуінің қақтығысын қаланы дүрліктіре соққан қоңырау дыбысы бөледі. Тирионға сауыт сайманың киюіне атқосшысы Подрик көмектеседі. Ал Варис болса шабуыл кезінде қашуға болатын қала астындағы жасырын жолдарды көрсетеді. Бірақ Тирион қашуды мүлдем ойламайтын жеткізеді. И сегодня я полагаю, что только вы способны остановить его. Әрине пасық Джофри үшін сарбаздар жан бермейтін айқын еді. Егер Станис қамалға енсе, сарбаздар қашады, немесе тізе бүгіп беріледі. Король болса, осы соғысқа арнайылап жасаған жаңа жүректерді жаулағы шатты семсерін Сансаға сүюді бұйырады. Джофри вернется. Лучшие всегда выживают. Қамалға шыққан Джофри жау кемелерінің жақындап қалғанын, ал оған қарсы тұратын кемелерді көрмей алаңдай бастайды. Бірақ бұл Тирионның жоспарының бір бөлігі еді. Сол арада Давоста дәл сол қарсы кемелер қайда деген сұрақ қояды. Содан кейін біз Қызыл Қамалда орналасқан Мейгар мұнарасына ауысамыз. Бұл жерде соғыс кезінде әйелдер мен балалар жасырынуда. Сарбаздар сыртта қан төгуге дайындалып жатқанда, Серсея іште шараппен алданып, еркек болып туылмағанына өкінетін жеткізеді. Сол арада Станистің кемелері тұман арасынан көріне бастайды. Джофриге салса көзді жұмып шабуылдай беру керек. Ал ақылды Тирион Станиске қарай тек бір кемені жіберген, және оның ішінде адамдар жоқ. Ақылды Тирион жабайы алауды қамалдан лақтыруға болмайтынын біледі. Өйткені құты кез келген уақытта жарылып, өздерін мертіктіруі мүмкін. Сол себепті ол кемені жабайы алау сұйықтығына толтырып, Станиске қарай жөнелтіп жіберген. Кеменің соңынан аққан жасыл сұйықтықты көрген Давос бұның жабайы алау екенін түсінеді. Осы сәтте Тирион бұрынға белгі беріп, жабайы алауды тұтатып жібереді. Үлкен жарылыс Станистің алдыңғы шептегі кемелерін жарып жібереді. Бұндай көрініс барлығының денесін түршіктіретін айқын. Станис оттың иесі атты құдайға табынатынына қарамастан адамдары отқа орануда. Ол жабайы алауды екінші мәрте қолдана алмайтын түсініп, қалған әскерімен шабуылға шығады. Солай қамал сыртында қанды қырғын басталады. Қамалдан ұшқан жебелер, лақтырылған тастар сарбаздарды аямауда. Ит әскерін қамал сыртына бастап шығып айқасқа кіріседі. Осы уақытқа дейін адамдарды өлтіруден ләззат алатын ит бала күнінен қалған қорқынышты отпен бетпе-бет келгенде жүйкесі сыр беріп, барлығынан бас тартып ішке енеді. Ол тіптен сыртқа шығып айқас деген корольдің бұйрығына да түкіріп кетіп қалады. Станистің адамдары ең осал жабайы қақпаны бұзуға кіріседі. Онсыз да дірілдеп тұрған Джофриға Лансел келіп, анасының Қызыл Қамалға қайтуы керектігін айтқанын жеткізеді. Абдырап қалған Джофриға Тирион, сен кетсең адамдар кім үшін соғысады? Бізді бастап шығып, сарбаздардың рухын көтеруін керек дейді. Қорққан Джофри осы сәтте анасының сөзін сылтау етіп, соғыс алаңынан кетіп қалады. Корольдерінің құйрығын бұтына тығып қашқанын көрген сарбаздардың сағысына бастайды. Осы сәтте ешкім батыр санамайтын Тирион енді барлығын өзі бастап шығатынын айтып, қанаттандыратын сөзін жаудырады. Не сражайтесь за короля, не сражайтесь ради чести и славы. Станис намерен разграбить ваш город. Если он прорвется, ваши дома он сожжет. Так убьем же их! Лорес Серсеяға келіп, Джофри кеткеннен кейін сарбаздардың сағы сынғанын, оны қайта соғыс алаңына апармаса жеңілетіндерін айтады. Серсея жігіттің жарасынан басып, баласын ертіп кетіп қалады. Осы сәтте абдыраған әйелдерді Санса сабырға шақырып, барлығы жақсы болатынын жеткізеді.
Кейбір Ланнистерлер қара бастарын ойлап қашып жатқанда Тирион мен Санса жетекшілікті қолдарын алып, нағыз көшбасшы екендерін көрсетуде. Шая Сансаға Станнистің тиіспейтінін, ал жанындағы жендеттің аямайтынын айтып бөлмесіне жібереді. Бөлмесіне кірген Санса жаңа жылдағы от шашудан қорыққан ит үйіңе кіріп кеткендей болып отырған Сандро Клиганды көреді. Ит осы уақытқа дейін өзіне жаны ашып келген Сансаны Винтерфеллге апарып тастай алатынын айтады. Бірақ Санса Станнистің мейіріміне сеніп қалмақшы. Тирион бастаған топ Станнистің әскеріне тұтқиылдан шабуыл жасайды. Қырғын кезінде күтпеген жерден Тирионға өз адамы шабуыл жасап, бетінен өте ауыр жаралайды. Оны соңғы сәтте атқосшысы Подрик құтқарып қалады. Ланнистерлер жеңіле бастағанда атты әскер көмекке келіп Станнистің әскерінің талқанын шығарады. Қызыл қамалда кіші ұлы Томмен мен тақта отырған Серсея бұны әлі білмейтін еді. Ол ұлына Питцел берген Белладонна дәрісін бермек болады. Солай ол ұлын азапты өлімнен құтқармақ. Оны соңғы сәтте қамалға кірген Тайвин мен Лорес тоқтатады. Тайвин Робпен соғысудың орнына отбасын құтқаруға келген. Битва окончена. Мы победили. 10-шы бөлім. Бөлімнің басында ауыр жарақаты таңылған Тирион есін жиып, қарсы алдында мысқылдап тұрған Питцелді көреді. Шал оған енді корольдің оң қолы емес екенін жеткізеді. Өйткені Тайвин оралды. Қорқақ Джофри болса ештеңке болмағандай тақта отырып, атасын оң қолы, яғни уәзірі ретінде тағайындап, Станниске қарсы соғыс кезінде көзге түскен адамдарды марапаттайды. Шынашаққа ол Ария тұтқында болған қираған Харенхол қамалын береді. Өйткені Тайвинге Тирилдармен бірігуді ұсынған осы Питер еді. Гүлдер ханзадасы Лореске сөз келгенде жігіт Джофриге жесір қалған қарындасы Маргариді әйелдікке алуды ұсынады. Бірақ король Санса Старкпен атастырылып қойылған. Бұндайға Серсея сатқынның қызын тақтың мүддесі үшін сырып тастауға болатынын айтады. Осы сәтте билік басындағылардың театр көрінісін орындағандай кейіпте сөз сөйлегендері екі жүзділіктерін көрсеткендей болады. Көріністі сырттан қарап тұрған Санса түсіне алмауда. Я исполню волю моего сердца. Вы станете моей королевой. Дәл осы сәтте Санса өзінің құбыжықтан құтылғанын сезініп, қуанышын жасыра алмайды. Бірақ жанына келген шынашақ оны көктен жерге түсіреді. Джофри не из тех мальчиков, что отдают свои игрушки. Шынашақ аңқау қызға үйіне қайтуға көмектесетінін жеткізеді. Варис шынашаққа жұмыс істеп, күннен күнге қорлық көріп жүрген Роузға келіп, өзімен жұмыс істесе жағдайы жақсаратынын жеткізеді. Корольдік жағажайға жол тартқан Бриенна мен Джейми жолда солтүстік сарбаздарына тап болады. Олардың бірі Джеймиді танып қояды. Солай әккі жауынгер Бриеннаға оларды жайратып тастауға тура келеді. Бір әйелдің 3 сарбазды бірден жайратқанын көрген Джейми Бриеннаның тегін емес екенін түсінеді. Ал солтүстіктің королі Роб Уолдер Фрейге берген сөзінен айнып Талисияға үйленгісі келеді. Әрине анасы оның Фреймен жауласып үлкен қателік жасағалы жатқанын айтады. Бірақ Роб ештеңкеге қарамастан Талисиямен заңды түрде некесін қияды. Отец, кузнец, воин. Я ее, и она моя. И до конца моих дней. От құдайына барын берген Станнис өзіне дәл сол оттың қарсы шыққанын, жеңудің алдында тұрып жеңілгенін айтып, Мелисандраны кінәлай бастайды. Ну и где же твой бог? Көзі ашыла бастаған Станнис інісі Ренлиді өлтіргеніне өкінеді. Осы сәтте Мелисандра оған жеңіске жету үшін әлі талай құрбандыққа бару керек екенін ескертеді. По твоему приказу погибнут тысячи. Ты предашь все, чем когда-либо дорожил. Но оно того стоит. Ты станешь королем. Артынша ойына күдік ұялай бастаған Станниске отқа мұқият қара дейді. Станнистің жүзінен оттан керемет, әрі қорқынышты болашағын көргенін аңғаруға болады. Сол арада Винтерфеллде Теон тығырыққа тіреледі. Өйткені қамалды Старктардың жақтастары қоршап алған. Левин оған қамалдың жер асты жолмен қашып, түнгі күзет сапына қосылуға кеңес береді. Человек, надевший черный, не подвластен законам, и былые преступления ему прощаются. Бірақ Теон үшін ол да шығатын жол емес еді. Өйткені түнгі күзет сапында Джон Сноу бар. Теон әрине Станнис секілді ойланбай істеген тірлігі үшін өкіне бастайды.
Я знаю тебя много лет, Теон Грейджой. Ты не такой человек, каким хочешь казаться. Но я далеко зашел, пытаясь быть кем-то еще. Солай ол қорқақ болып қашудың орнына батыр болып өлуді таңдайды. Ол сарбаздарының алдына шығып бірінші мәрте қанаттандыратын сөзін керемет жеткізеді. Бірақ Я уж думал, он не заткнется. осы сәтте Теонды қорғауға шыққан мейстер Левинді сарбаздардың бірі найзалап тастайды. Корольдік жағажайда Варис ешкімге керексіз болып қалған батыл Тирионға әпкесі соғыс кезінде өлтіруді тапсырғанын айтады. Қамалды құтқарып қалған батырдан бұл сәтте барлығы теріс айналып түксіз қалдырған еді. Многим известно, что без вас город наверняка был бы взят, но мы этого не забудем. Оның жанында тек Шая қалды. Қыз оған бұл жерден бірге қашуды ұсынады, өйткені оны бұл жерде тағы өлтіруге тырысуы мүмкін. Бірақ Тирион өзінің басқа жерде тыныш қана өмір сүре алмайтынын жеткізеді. Я не могу. Мое место здесь. Побеждать их словом и мыслью. Вот моя стихия. Так ты уедешь? Я твоя, а ты мой. Харенхолдан қашып шыққан Ария мен достары жолдан Якенді жолықтырады. Якеннің күзетшілерді қалай өлтіргені Арияға қатты қызық болады. Ол өзіне үйретуін сұрайды. Якен қызға тар теңіздің ар жағына Бравосқа бірге баруды ұсынады. Якеннің сөзінше, Ария ол жақта бет бейнесіз болуды үйреніп, тізіміндегі барлық адамдардан кек алатынын жеткізеді. Бірақ Ария отбасымен қауышуы керектігін айтып, бұл ұсыныстан бас тартады. Бұдан кейін Якен оған тыйын беріп, кез келген уақытта менімен кездескің келсе, осы тыйынды Бравостық адамға беріп, Валар Маргулис деп айт дейді. Якин мертв. Валар Маргулис. Винтерфеллде жер астынан шыққан кіші Старктар үйлерінің өртке оранып күл болғанын көреді. Олар ескі құдайларының белгісі ағаш маңында отырған жаралы мейстер Левинді табады. Ол балаларға солтүстіктегі Джонға барыңдар, ол сендерді қорғайды дейді. Содан кейін Ходорға балаларды алып кет деп, Ошаға өзінің немерелеріндей болып кеткен Старктарды тапсырып, өзін азапты өлімнен арашылауын сұрайды. Квартада Дейнерис адамдармен өлмейтіндер үйіне келеді. Сиқырға толы жерде Жорық Кхалисиінен көз жазып қалады. Денни есік тесігі жоқ ғимаратқа еніп кеткен. Ол айдаһарларының даусына қарай жүріп, қызыл қамалдағы болат тақтан бірақ шығады. Бұл жердің шатыры қираған, ішке қар ұшқыны енуде. Дейнерис артынша түнгі күзет күзететін мұзды қабырғадан бірақ шығады. Ол далада тігілген лашыққа кіріп, шетінеп кеткен сәбиін құшақтап отырған махаббаты Дрогоны көреді. Бұл қызға берілген сағым еді. Ол лашықтан шығып, шынжырға таңылған айдаһарларын көреді. Сиқыршы Пятпрей Денниді де бұғаттап, енді бұл жер қыздың үйі болатынын айтады. Осы сәтте Кхалиси айдаһарларына от шашуға бұйрық беріп, сиқыршыны өртеп тастайды. Содан кейін Ксароның үйіне басып кіріп, жоғалған сатқын қызметкерінің қойнында жатқанын көреді. Артынша олар Ксароның мақтан айтып жүрген қоймасына барып, көк түйінді жоқ екенін біледі. Ксаро мен күңін қоймаға қамаған Дейнерис кішігірім кеме сатып алу үшін Ксароның үйін тонап кетеді. Ал алыс солтүстікте бұғаттаулы Джон Сноу қарақшы Мансқа жол тартады. Коурен бір сәтте өзінің жоспарын іске қосып, Джонға шабуыл жасайды. Еркін халық екеуін бірге бір жіберіп қояды. Шайқас кезінде Джонға жарым қол Коуренді өлтіруге тура келеді. Бұдан кейін Джонның қолын босатып, еркін халықтың тұрағын көрсетеді. Пора встретиться с королем за стеной. Сол арада Сэм мен жолдастары ерігіп жүріп белгі дыбысын естиді. Түнгі күзеттің белгі дыбысы бір рет шықса, барлаушылар қайтқаны, екі рет шықса, жабайы халықтың шабуылдағаны, ал үш рет шықса, ақ құба өліктердің жақындағаны. Три сигнала. Үшеуі қашқанда, әрине ебедейсіз Сэм қалып қояды. Амалы қалмаған жігіт иманын үйіріп тастың артына жасырынады.
Осылай екінші маусым аяқталады. Жалғасын көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып, Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Ол жерден барлық жаңалықтарды бірінші болып еститін боласыз. Сіздермен Киномен.